пап, жұмысыңызға тамағыңыз дайын, алсаңыз болады. Ой, алтындарым сол, сендер болмасаңдар мен не істеуші едім? Күндер отын жеп едіңіз. Ай, осылардың әзілдері күтіп отыр. Тамақ жеген алтындарым сол. Слонимого весом в 90 килограммов. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда О, пап, даусың шығаш, осы күшті передача. Дүниежүзілік банктың Қазақстанға деген қатысты есебінде 2020 жылдың қорытындысы бойынша елде тағы да 800 мыңнан астам адам кедейлікке ұшырайды деген болжам бар. Ал бұлар айлық табысы 36 теңгеден сәл ғана асатын азаматтар. Жоқ, пап, біз кедей емеспіз. Біздің просто ақшамыз жоқ. Какая разница? Разница өте үлкен. Ақша жоқ болу бұл уақытша нәрсе. Ал кедейлік ол мәңгілік. Барлық адамдардың тек 1%-ында бүкіл әлем байлығының 99% бар. Ал керісінше адамдардың 99% қалған 1% байлықты бөліседі. Бұл неден болуы мүмкін? Менің ойымша, бұл адамдардың ойлау қабілетіне байланысты сияқты. Ол 1% адамдар басқаша ойланады. Құдай біледі, сол 1%-дің ішінде қара халықтың ақшасын жеп жүрген жемқорлар кіреді. Қара халық 30 мың теңге қалай өмір сүреді? Бәріне үкімет кінәлі. Пап, барлығын үкіметті кінәлай беруге болмайды. Қазақстанда өздерінің адал еңбегімен бизнес ашып, табыс тауып жатқан адамдар да көп қой. Болды, сендердікі дұрыс қыздарым. Сендерді ақылмен жеңу өте қиын екен. Знаю, что ты задумал. Ал мен кеттім жұмысқа қыздарым. Сендер не істейсіңдер? Үйдегі кітаптарды қайтадан басынан бастап оқимыз. Қайтадан бәрін оқып тастадыңдар ма үйдегі кітаптарын? 30 кітаптарды? Уже 4 рет оқып тастағанбыз. Сұмдық екенсіңдер ғой екен. Одан жүр. Видео көріп, ойын ойнап, телевизор көрмейсің бе? Алло, Фифти, сенсің ба? Бұл мен Бекшарап Шымкенттесің ба? Мына Қазақстандағы ютубтың трендін көрсең, миың суып кетеді ғой. Я, еще неге халық кедей деп таңғаламыз, көретін нәрсеміз осындай болса, конечно, кедей боламыз. Той, өзімнің ютубқа не үшін кіргенімді ұмытып қалдым. Ескендір Мырзаның жаңа видеосын іздеген екенмін ғой. Білесің бе, мен сенімен маңызды бір нәрсе туралы сөйлескім келген. Я, құлағым сенде, қандай тема? Папамыз туралы. Қашан осылай жалғаса береді? Папамыз кешке дейін стройкада жұмыс істейді. Соның өзінде де папамыздың айлығы еш нәрсеге жетпейді. Может, біз жұмысқа тұрамыз? Құмаш, біз әлі 16-ға да толған жоқпыз ғой. Қалай жұмысқа тұрамыз? Білмеймін. Келесі оқу жолына кітап, дәптер, барлығы заттар керек. Ал оған папаның ақшасы жетпейді. Может, қолымыздағы телефонды біреуге сатып, папаның жолына берерміз? Сен менен де қатты қуасың ғой. Үйде көп пәне телефон сата беретін, еще бізде қымбат телефондай. Енді қалай көмектесеміз, бірдеңке жасау керек қой. Ескендір Мырзаның жаңа видеосы шықты. Кән, шынбай қойшы. Мен атым Ескендір, мен миллионермін. Бірақ бірнеше жыл бұрын мен қарапайым құрылысшы болдым. Тапқан табысым түкке жеткен жоқ. Әрине, бұндай өмір маған ұнаған жоқ. Мен бай болғым келді. Сондықтан да мен білім ала бастадым. Алған білімім мені осындай жағдайға алып келді. Сен де мен сияқты биікке ұша аласың. Тек саған дұрыс ұшуды үйрету керек. Сондықтан да мен сені өзімнің 5 күннен кейін болатын бизнес тренингіме шақырамын. Сол тренингтен кейін сен жаңа өміріне аяқ басасың. Түсіндім. Біз папамызды тренингке апарып оқытамыз, сосын папа бизнес ашып, жұмыстан шығады. Тренингқа? Лета идея. Бірақ бізде бір проблема бар. Қандай? Тренингке ақша керек. Табайық. Я табу керек срочно. Менде бір идея бар ақша табуға. Бірақ оған ақша керек. Кеші жон, бізге ақша керек. Тесте шақшы қанша шығады екен? Болды, біз уже бизнес ашамыз. Енді біздің жаңа өміріміз басталды. Қыздар, таксидің ақшасын төлемейсіңдер ме? Арбуз аламыз, арбуз, фрукталар, Арбуздар қаншадан? күшті арбуз 1000 теңгеден тұрады. Сен не, қарбыздардың ішіне алтын тығып сатып жатсың ба? Кішкене түсеш? Алсаң ал, алмасам мен түсе алмаймын, түспеймін. Мен сені сразу ұттым алам. Алмасаң қой, мен түсіре алмаймын. Туы түсеші. Алсаң ал, алмасаң қоймасаң бағасын түсірмеймін. Бірақ, конечно, түсіріп көре аламыз.
Алло? Да? Директор? Менің қыздарым бір нәрсе бүлдіріп қойды ма? Да нет, вы не переживайте, все нормально. Я пригласил вас не для того, чтобы отругать ваших детей. Я айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Ну, Анель и Жанель очень особенные дети, не похожи ни на кого на других. Ну, вы сами, наверное, заметили. Да, я знаю. Ну, смотрите, у ваших детей уровень их интеллекта, развития выше, чем у других. Мне кажется, что они у вас вундеркинды. Бургер Кинг? Нет, это вундеркинд. Это означает очень умные дети. Все, понятно. Вы поймите, мне просто обидно, что ваши дети обучаются с обычными детьми. Им надо обязательно быть в среде одаренных детей. Вот в городе есть вот такая элитная школа. Я думаю, это для вас хороший вариант. Ну, я понимаю, что надо учиться в этой школе, но у меня денег не хватает. Наверное, там дорогущие цены. А у меня только денег на пищу хватает и поесть. И иногда даже не хватает денег, чтобы купить дочерям вещи элементарные. Я вас прекрасно понимаю, но вам обязательно нужно найти деньги для того, чтобы ваши дети обучались в этой школе. Потому что от обучения в этой элитной школе зависит будущее ваших детей. Керекті суманы почти жинадық. Енді қалған арбуздарды сатсақ, точно толады. Ой, күшті болды. Папа, ертең сіздің демалатын күніңіз ғой, я? Я вроде демалыс. Біз сізге бірден қайтамыз, тек отказ бермеңізші, я? Ой, жандарым, сол сендерге қалай отказ берем? Айтыңдаршы. Басына отказ жасау керек еді. Қайда келдік өз қыздарым Ой, ол? пап, сізге ұнайтыны біз сенімдіміз. Я, пап, сізге ұнайды. Ал көрейік. Қайырлы күн, қош келдіңіздер, құрметті болашақ миллионерлер. Өмір бізге бір рет беріледі. Сол өмірді біз кедейшілікте және мұқтаждықта өткізуге ешқандай қақымыз жоқ. Біз бай болуымыз керек. Ал бай болу үшін біздің санамыз бай болу керек. Ал енді назарларыңызды демдеріңізге қойыңыздар. Папа, істесеңізші. Басқа еш нәрсе ойламаңыздар. Күнделікті айнаның алдында тұрып, бұлай аффирмация жасайсыздар. Қыздар, қайттық үйге, сүйіп бітті. Жоқ, әлі бітпеді ғой. Қайттық үйге, қайдағы жерге барғансыңдар біз? Мен миллиардермін деп. Ал енді шеген үстіне тұрамыз. Шеге қайда? Пап, тоқташ, неге біз ерте кетіп қалдық? Өйткені алардың айтқандарын бәрі сандырақ әңгіме. Пап, неге сен олай ойлайсың? Алар не айтқан түсіндірмеңіз, қыздар? Қайдағы аффирмация, қайдағы медитация? Сендер осы сектаға кіріп кеткен жоқсыңдар ма? Мынандай сандырақты вообще естімеппін мен. Тоқтай тұршы, мына тегін емес қой тренинг. Қанша тұрады? 80 мың. 80 мың? Менің бір айлығым ғой, қыздар. Қайдан таптыңдар ақшаны? Пап, біз арбуз саттық. Сонда сендер не менсіз бір жерге шықтыңдар ма не? Сендерге бір нәрсе болса мен не істеймін? Қорықпаш, пап, біз уже ересекпіз ғой. Сендер сонда мені мұнда не үшін алып келдіңдер, соны түсінбедім мен. Біз сіздің жұмыстан шаршап келгеніңізді қаламаймыз. Ал егер сіз осылай істей беретін болсаңыз, денсаулығыңыздан айырыласыз. Қыздар, шынын айтады, осы әңгімеден әбден шаршадым мен. Мен не істей аламын? Менде диплом жоқ. Стройкадан басқа түк келмейді қолымнан. Пап, қазір ешкім дипломға қарамайды, ал жаңа білім алу ешқашан кеш емес. Біз сізді осында сол үшін алып келдік. Қыздар, қысқасы былай. Базарда сатқандар енді көрмейтін болайын. Енді көретін болсам, аямай мектебімді. Әңгіме бітті, қайттық үйге. Енді не істейміз? Папамызды қалай бизнес ашуға заставить етеміз? Папамды білемін ғой.
уже келіспейтін сияқты. Папамыз просто үлкен кісі. Оның өмірге деген көзқарасын тек қана өзі ғана өзгерте алады. Біздің айтқан ақылдарымызды бәрібір қабылдамайды. Білесің бе, менде бір құтырған идея бар. Құтырған? Енді орысша, безумная деген. Құтырған идея болмай ма қазақша? Окей, қандай құтырған идеяң бар? Айта бер. Давай біз папамызға бизнес ашып береміз, бірақ оған айтпаймыз. Бизнесіміз жүріп кеткеннен кейін папамызды бастық болып отырып қоямыз. Шынымен құтырған идея екен, бірақ бұл өмірді құтырған идеялар өзгертеді. Мен келісемін.